Экономика. Абай облысының әлеуметтік экономикалық дамуының барлық негізгі бағыттарында оң динамика байқалады. Бүгінгі таңда Қазақстан түрлі қызмет салаларындағы озық қарқынмен дамуды көрсетуде. Абай облысында негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің оң өсуі байқалады. 2028 жылға дейін инвестициялық жобалар пулы құрылды. Қазақстан үлкен үміт артып отырған экономиканың перспективалы секторларының бірі агроөнеркәсіптік кешен болып табылады. Жылу мен сумен жабдықтау. Халықты сапалы ауыз сумен және жылумен қамтамасыз ету мәселесі өзекті болып табылады. Негізгі міндеттердің бірі бұл мәселені шешу. Осыған байланысты оңдаған жоба жүзеге асырылуда. Инфрақұрылым және абаттандыру. Облыс тұрғындарының жайлылығы мен ыңғайлылығы үшін білім беру, денсаулық сақтау, сондай-ақ жүріп тұру объектілерін салу бойынша жобалар іске асырылуда. Олардың барлығы облыстың 2027 жылға дейінгі кешенді даму жоспарына енгізілген. Қазіргі уақытта жобалау сметалық құжаттама дайындалуда. Цифрландыру. Қазіргі әлемде бәсекеге қабілеттіліктің басты факторларының бірі терең цифрландыру болып табылады. Қазақстан үшін заманауи цифрлық технологиялар трансферті аса маңызды. Сондықтан, Абай облысында цифрлық технологиялар табысты енгізілуде. Мәдениет. Тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану жөніндегі жұмыс тұрақты бақылауда. Әкімшілік орталық. Семей облыстың әкімшілік орталығы болып табылады. Тиісінше, қаланы дамыту жоспары бекітілді. Қаланың сәулеттік келбетін түзетуге, оның сәулеттік бірегейлігін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін бірыңғай дизайн код жасау жоспарлануда.